Ассалаумағалейкум. Hyundai Accent автокөлігі 2014 жылдың. Бұл көлікте бізде кілтін жоғалтып алған. Сондықтан станоктан замок арқылы кілт жасалған. Кілт жасалғанның өзінде бір носы бар. Мысал үшін тек қана болванка кілттің өзі. Қазір мына кішкене итеріліп ашылатын шығар. Мына замок ашылған. Жаңа кілт жасалғасын замогын шешкен болып тұр. Осылай қойайық. Бір носы бізде кілттің зажиганиясын аштық. Ал қойын десек, қойып көрейік. Көлік қумайды. Тағы көреміз. Замогын тағы қосамыз, қуамыз. Не болып тұрғанда бізде простой кілт. Простой кілтке көліктер қазіргі қызбайды. Себебі олда иммобилайзер деген мынандай чип болады. Бұл чипсіз көлік қызбай қалады. Бұл антиугон, противоугонный система дейді, бірақ антиугон дейді, бізде иммобилайзер дейді. Дәл сөйтіп анықтап айтылады. Бұл чиптің рөлі өте үлкен. Жаңа көлікті қызбады ғой. Енді біз қазір программатор арқылы, мына ОБД разъем арқылы осы чипті қосып қыздырып беруге тырысамыз. Енді мен ол компьютермен жасайтынды ол қажет емес, себебі уақыт көп кетеді. Сосын ондай затты қараудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Ендеше жаңа чипті оқытатын боламыз. Достар, міне біз жаңа чипін оқытып болдық. Енді мына чиппен дәл осылай кілтпен қазір замокқа салып қоямыз. Бүйтіп қояйын. Осы жерге қояйын. Көрініп тұрған шығар. Енді кәне ашып көреміз. Міне көрдіңіз ғой, кілттің суреті. Міне сол жақта кілттің суреті тұр. Бұл демек иммобилайзер. Таныдым, чипті көрдім деген сөз. Қазір қойып көреміз. Көлік қуды қызды. Немесе от алды. Осылай міне. Бір кішкентай чиптің өзі үлкен рөл ойнайтынын сізге айтқым келгені. Көлікке сұрақ көп келеді маған WhatsApp-тан, неге қызбайды, осындай болады деп. Әр уақытта акценттерде, мысал үшін чип болмаса, чипті мен мұнда қоям. Чип болмаса, көлікте жаңа мына жерде машинаның кілті суреті шықпайды. Міне, мен кілтті аштым, бірақ жоқ, көрдіңіз ғой. Қойып көреміз. Ешқандай қызбайды, немесе от алмайды. Ана чиптің кесірін. Енді бүйтіп жаңа чипімізді алып бүйтіп қоямыз. Енді кілтін ашамыз. Әнеки көрдіңіз ғой, енді кілттің суреті шықты, система таныды, запускке болады дейді. Көлікті қыздыра берсең болады дейді. Көлік қызды. Кішкентай чиптің қандай рөл атқаратынын сіздерге көрсеткен видеом болып тұр. Сондықтан кілттерімізді жоғалтпай, чиптерімізді жоғалтпай, сындырмай аялап ұстайық. Бұл көлік бізге өзеннен келіп тұр, эвакуатормен. Осылай міне видеомызды түсірген болатынбыз.